2021 жылы Қазақстан Республикасының жаңа экология кодексінің қабылдануы өнеркәсіпті экологиялық реттеуге түбегейлі жаңа тәсілді белгіледі. Оның негізгі мақсаты ластанудың салдарын бақылаудан ең үздік қолжетімді әдістерді енгізу арқылы олардың алдын алуға көшу. Бұл тәсіл халықаралық озық тәжірибелерге сәйкес келеді және кәсіпорындардың тек экологиялық талаптарды сақтап қана қоймай, сонымен қатар экологиялық және өндірістік тиімділігін үнемі арттыруын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл тәсілді енгізудің негізгі құралдарының бірі ең үздік қолжетімді техникалық бойынша анықтамалықтар. Бұлар Қазақстандағы өнеркәсіптік секторлар үшін заманауи экологиялық стандарттарды анықтайтын және қоршаған ортаны қорғауды реттеу жүйесінің негізгі құжаттары. Оларда ең тиімді технологиялық шешімдер, қоршаған ортаны қорғау көрсеткіштері және оларды қолдану шарттары туралы ақпарат бар. Бұл компанияларға өндірісті жаңғырту кезінде ең үздік қолжетімді тәжірибелерді басшылыққа алуға көмектеседі. Ең үздік қолжетімді техникалық анықтамалығы міндетті жабдықтардың тізімі немесе әмбебап ұсыныстар жиынтығы емес екенін түсіну маңызды. Бұл заманауи технологияларды, өндірістік процестерді және жинақталған практикалық тәжірибені зерттеуге негізделген кешенді талдамалық жұмыстың нәтижесі. Әрбір анықтамалық белгілі бір саланың дамуының объективті көрінісін көрсетеді және техникалық, технологиялық және экологиялық көрсеткіштерді анықтайды. Оларды енгізу өндірістің экономикалық тиімділігін сақтай отырып, қоршаған ортаға антропогендік әсерді жүйелі және жоспарлы түрде азайтуды қамтамасыз етеді. Өзінен өзі мынадай сұрақ туындайды: мұндай құжаттар қалай жасалады және қай технологиялардың шынымен ең үздік екенін кім анықтайды? Ең үздік қолжетімді техникалық анықтамалығының құжаттарын әзірлеу мемлекеттік органдардың, өнеркәсіптік кәсіпорындардың, ғылыми ұйымдардың, салалық қауымдастықтардың өкілдерін және тәуелсіз сарапшыларды қамтитын көп сатылы процесс. Мұндай кең қатысу барлық тараптардың мүдделерін ескеруге мүмкіндік береді және шешім қабылдаудың объективтілігін қамтамасыз етеді. Ең үздік қолжетімді техникалық анықтамалықтарының әзірлеуі тиісті саланың кәсіпорындарында жүргізілген кешенді технологиялық аудиттердің нәтижелеріне негізделген. Кешенді технологиялық аудиттер кезінде алынған ақпарат саланың қазіргі технологиялық деңгейін бағалау, іс жүзінде қолданылатын технологияларды, жабдықтарды және экологиялық шешімдерді анықтау және Қазақстан Республикасында кешенді технологиялық аудиттер енгізудің орындылығын бағалау үшін негізгі дәлелді база болып табылады. Кәсіпорындарды кешенді технологиялық аудиттермен қамту неғұрлым кең болса, саланың жағдайын бағалау соғұрлым объективті және репрезентативті болады. Бұл қазақстандық кәсіпорындардың қолданыстағы технологиялық сипаттамаларын ескеруге, олардың экологиялық және технологиялық жетілу деңгейін анықтауға және Қазақстан Республикасының салалық ерекшеліктері мен экономикалық жағдайларына оңтайлы бейімделген ең үздік қолжетімді техникалық анықтамалығының құжаттарын әзірлеуге мүмкіндік береді. Кешенді технологиялық аудит компанияның өндірістік процестерінің ең үздік қолжетімді әдістер қағидаттарына сәйкестігін сараптамалық бағалау. Кешенді технологиялық аудиттер технологиялық процестерді пайдаланатын жабдықтарды, ресурстар мен энергия тиімділігін, өндірістің экологиялық аспекттерлерін және қолданыстағы қоршаған ортаны қорғау шараларын талдауды қамтиды. Осылайша, кешенді технологиялық аудиттер нәтижелері саланың нақты жағдайын объективті бағалауды қамтамасыз етеді және отандық өндірістің ерекшеліктерін және Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарын ескеретін ғылыми негізделген және практикалық қолданылатын ең үздік қолжетімді техникалық анықтамалық құжаттарын әзірлеуге негіз болады. Ең үздік қолжетімді техникалық анықтамалығының құжаттарын әзірлеу әдіснамасы тек Қазақстан өнеркәсіптік тәжірибесін зерттеумен шектелмейді. Жұмыстың маңызды және негізгі бөлігі халықаралық тәжірибені талдау және оны біздің жағдайларымызға бейімдеу арқылы отандық өндіріске енгізу. Анықтамалық құжаттарын дайындау кезінде біз Еуропалық одақтың ең үздік қолжетімді әдістерін бреф жөніндегі құжаттарына, сондай-ақ экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің және заманауи экологиялық технологияларды сәтті енгізіп жатқан басқа елдердің тәжірибесіне сүйенеміз. Әрбір технологиялық шешім отандық өнеркәсіптің ерекшеліктерін, технологияның қолжетімділігін
тиімділігін, өндіріс құрылымын, климаттық жағдайларды және оларды Қазақстанда қолданудың экономикалық орындылығын ескере отырып, сараптамалық бағалаудан өтеді. Бұл тәсіл бізге бір мезгілде халықаралық қағидаттарға сәйкес келетін және ұлттық ерекшеліктерді ескеретін құжаттар жасауға мүмкіндік береді. Талдау негізінде ең үздік қолжетімді техникалар процесінің көрсеткіштері әзірленеді. Оларға процесс шығарындыларының деңгейі, энергия тиімділігі, ресурстар тиімділігі, суды тұтыну және заманауи өндірістік нысандардың жұмысы сипаттайтын басқа да параметрлер кіреді. Бұл көрсеткіштер бізге ең үздік қолжетімді әдістердің қағидаттарын енгізу арқылы қол жеткізуге болатын экологиялық тиімділіктің деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Технологиялық көрсеткіштер заманауи технологиялық шешімдерді қолдану арқылы қол жеткізілген тиімділік деңгейін көрсетеді. Бағдарлар ретінде қызмет ететін атап өту маңызды. Бұл компанияларға өз өндірісін объективті бағалауға, технологиялық даму бағыттарын анықтауға және жаңғырту шараларын кезең-кезеңімен жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Міне, сондықтан ең үздік қолжетімді техникалар анықтамалығының құжаттары тек үкіметтік реттеу құралы ғана емес. Сонымен қатар бизнес үшін практикалық нұсқаулық болып табылады. Олар компанияларға қолданыстағы өндірістік процестерге салыстырмалы талдау жүргізуге, тиімділікті арттырудың әлеуетті жолдарын анықтауға, жаңғырту үшін оңтайлы технологияларды таңдауға және үздік мерзімді қоршаған ортаны дамыту бағдарламаларын қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, ең үздік қолжетімді техникалар қорытындылары бреф негізінде әзірленеді. Компаниялар оларды технологиялық процестердің заманауи экологиялық талаптарға сәйкестігін бағалау, технологиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін қажетті шараларды анықтау және өндірісті одан әрі дамыту жоспарлау үшін пайдаланады. Осылайша, ең үздік қолжетімді техникалар бойынша анықтамалықтар Қазақстанның жаңа қоршаған ортаны қорғауды реттеу жүйесін ажырамас бөлігі болып табылады. Олар халықаралық тәжірибе мен ұлттық тәжірибелерді біріктіреді, заманауи салалық экологиялық стандарттарды қалыптастырады және кәсіпорындар үшін технологиялық жаңғырту жөніндегі бірыңғай нұсқаулар жасайды. Қағидаттарды енгізу ең үздік қолжетімді техникаларды пайдалану тек экология кодексінің талаптарын орындау ғана емес. Бұл кәсіпорындардың тұрақты дамуына, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға және қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға инвестиция салу болып табылады. Сондықтан, ең үздік қолжетімді техникалық анықтамалықтарының құжаттары қазір Қазақстандағы заманауи өнеркәсіпті дамытудың маңызды құралына айналуда.